Ассалаумағалейкум, құрметті достар, менің атым Ертай Қуанышев. HTML сабақтар сериясын жалғастырамыз. Енді бүгінгі сабақта біз әуен қоюды үйренетін боламыз веб парақшаға, яғни біз HTML құжатқа. Енді әуен болғанда кез келген аудио файл, ол музыка болсын, немесе сол сияқты дыбыстық эффект болсын, немесе сол сияқты басқа элемент болсын, тек қана осы әуен форматында болсын, яғни белгілі бір аудио файл. Осыны HTML мен жалпы HTML құжатқа қалай қоюға болады, сол жағын қарастыратын боламыз. Бірінші бізге әдеттегідей аудио файл керек. Алдында мысалға біз видеоны қарастырдық, сол кезде мына жерге видео қойған болатынбыз. Енді мен мына жерде аудио деген папка ашып қойдым. Осының ішіне біз аудио файл қосуымыз керек. Енді менде музыкалар бар, сол музыкалардың біреуін қоя салуға болады. Енді любой бір музыка жарайды. Мысалға бүйтіп алайын да бүйтіп қосып қояйын, және кішкене жазуға ыңғайлы болу үшін мысалға бұны басқаша атап қояйын. Муз деген сияқты. Муз болып кетті ғой, муз деп жаздым. Енді HTML құжатқа ораламыз. Мына жерге жалпы енді аудио файл қоюға арналған аудио деп аталатын арнайы тег бар. Аудио src және аудио деген файлдың ішінде, папканың ішінде, яғни және аудио mp4 және мына жерге controls. Мынаны жазбай ақ қойсақ та болады. Дегенмен правила бойынша жазған дұрыс. Енді ашып қараймыз. Міне осындай файл қосылады. Егер қазір қосатын болсам, мына жерде міне әуен уже ойнап тұр. Енді бұл әуеннің өзінің арнайы стандарт форматы. Міне мына жерден өзі өткізуге болады, мына жерден дауысын өшіруге болады, мына жерден скачать етіп алуға болады қосымша тағы түрде. Енді көптеген сайттарда бұндай функция бар. Енді осы аудио файл қою бойынша сабақты аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше.